Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеоны мен үйде емес, подъезде бастап жатырмын. Өйткені бүгін мен челлендж 24 сағат тек қана сары зат жеймін деп аталады. Бұндай видео орыс ютубында дамып кеткен және қазақ блогерлері тек қана бір адам жүр. Біз қазір үйден шықтық. Біз супермаркетке бара жатырмыз. Біз деген менің інімін сіздер білетін, және ол бүгін бөлістік кетеді. Мен бұл видеоны өзім түсіремін, сондықтан бүгін супермаркеттен сары заттар аламыз. Енді маған сары сок алу керек. Бірақ сары сок мен жақта жоқ шығар. Мынау бар, бірақ ол оранжевый. Мынаны алсам да болады. Алған сары заттарым: чипсы, сосын вафли, краситель сочный, құрт и бьется. Сосын мына красительмен мен бүгін коктейль жасаймын. Сосын сок, сары сок, я. Ең алғашқы ішіп жатқан сары зат. Қазір түс болды және мен түскі асымды мынандай вафли жеймін. Бұның сырты сары, іші де сары. Және ол лимонный, ал лимон сары. Мінекей іші сары. Достар, мен қазір өзімнің келесі жейтін тағамды істеп жатырмын. Ол тағам емес, ол ішетін, ол коктейль. Қазір сендерге оны қалай жасайтынын көрсетемін, және ең бастысы ол соңында сары болады. Достар, мына коктейль жасап болғаннан менен уже бір немесе бір жарым сағат өтіп кетті. И мен қазір өзімнің чипсымды жейін деп жатырмын. Телевизор қарап. Мына коктейль өте дәмді болып шықты. Сіздер оны оңай жасай аласыздар, және оның дәмі де, яғни алатын заттарыңыз да арзанға шығады, және дәмі де өте жақсы. Сізге небәрі Орео керек, және сүт пен балмұздақ керек. Болды. Арзан балмұздақ алып жасай берсеңіздер болады. Бірақ пломбирден өте дәмді шығады. Бірақ обычный мороженыймен де жақсырақ шығады. Қазір мен Никелодеон қарап отырмын. Мен қазір Никелодеоннан Мой шумный дом деген мультикті қарап отырмын. Менің почти сүйікті мультфильмдерімнің бірі. Спанч Бобтан кейін. Сіздердікі қандай? Астына жазып кетіңіздер. Қазір өзімнің ең соңғы затымды жеймін. Ол менде мынандай бьется, сырты сары, және мынандай хлебцы. Бұның да сырты сары. Достар, қазір сағат уже түн болды, және мен ұйықтайын деп жатырмын. Сендерге осы видеоны деп отырмын. Онан соң жақын жоғалтырым басып, менің арнама тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпа. Және де осы видеода 150 лайк жиналатын болса, мен 24 сағат тек қана көк зат жеймін деген, немесе 24 сағат жасыл зат жеймін деген видео шығады. Сондықтан тезірек